Саламатсыздар ма әріптестер? Енді келесі видеомызда алдыңғы видеодағы Microsoft Designer жасанды интеллект құралы, Luma Labs жасанды интеллект құралы және де Eleven Labs жасанды интеллект құралдарын біріктіріп, яғни интеграция жасап, бір анимациялық видео жасап көретін боламыз. Ол үшін мен алдын ала жаңағы алдында обзор жасаған кезде барлық материалдың бәрін дайындап алдым. Яғни бұл жерде материалдар бізде жаздың жаңағы видеосы, жаз күз видеосы, міне былай кішігірім көрсетіп өтейін. Яғни жаздың күзге айналатын, және жаздың фотосы, көктемнің жазға айналатын видеосы, осылай бәрін дайындап алдым. Және жаздың дауысы, көктемнің дауысы, күздің дауысы және қыстың дауысы. Бұл жерде яғни 3 жасанды интеллектінің жұмысының мынау қорытындысы. Енді осы жасанды интеллекттердің жұмысының қорытындысын барлығын біріктіреміз. Біріктіру үшін біз арнайы монтаждау программасын қолданатын боламыз. Яғни бұл жерде біз монтаждаудың да кішкене қыр-сырын үйренеміз. Ол үшін Camtasia рабочий тілін көрсетейін. Camtasia 9 деген монтаждау программасы керек болады. Оны біз ашамыз. Ашқан соң біз енді барлық жұмыстарымызды осы монтаждау программасының ішіне салуымыз керек. Ол үшін біз мына жерде меню қатары бар: данные, примечания, эффект переходов, действия, анимация, указатель, запись речи, аудиоэффект және больше деп тұрады. Осы жерде жанында плюс деген белгі тұрады. Осыған басамыз. Одан кейін импорт мультимедиа, яғни компьютеріміздің ішінде тұрса, осыған басамыз. Мен бастым және арнайы программам бар, папкам бар, соның ішіне кірем және керек материалдар. Барлығын таңдап қойсам болады. Немесе маған алдын ала керек болады. Фотолар керек емес, маған жаз күз, көктем жаз, күз жаз, қыс көктем, яғни осы төртеуі керек болады. Осы төртеуін алам, открыть басам. Одан кейін рет-ретімен қоям. Бірінші қазір бізде қыс көктемге айналу керек. Одан кейін көктем жазға айналу керек. Одан кейін жаз күзге айналу керек. Және де күз жаз. Видеоны көрейік. Содан кейін бір көріп аламыз. Күз өсіп қысқа айналады. Ең соңында қайтадан жаңағы біздің видеомыз орнына келеді. Енді осы жерде енді дауыстарды қоямыз. Мультимедиа. Бізге дауыстардың белгілерін таңдаймыз. Қыс дауыс. Открыть. Енді бізде бірінші қыстың дауысы. Астына әкеп қоямыз. Және мына жерде қыстың көктемге айналып баратқан жеріне дейін әрі бізде қыс бар деп есептейміз. Айналған кезде өстіп көрініп тұрады. Одан кейін қиып тастаймыз. Мына жерде разделить деген белгі бар, міне көрсетіп тұрған жер. Осыған басам. Қалған жағы бізге керек емес болады. Өстіп кесіп тастаймын. Одан кейін бізге енді көктемнің дауысы керек болады. Көктемнің дауысын тартып әкелемін, бүйтіп қоям. Және де мына жылжытқаны, видеоны жылжытып көруге арналған батырманы басып, яғни бізде көктемге ауысты және көктем жазға ауысатын жерге дейін өстіп әкеліп қоямыз. Одан кейін жаңағы разделить кнопкасын қайтадан басамыз. Одан кейін delete өшіріп тастаймыз. Келесі бізде енді жаз.
жаздың дауысын аламыз. Бүйтіп қоямыз. Және де мына өзіміздің сырғытпамызды жаздан ауысамыз. Осын кейін жаздың күзге ауысатын жеріне дейін әкеп қоямыз. Әлі жаз. Міне өшірген екіп қойсақ болады. Одан кейін аламыз да кесіп тастаймыз. Кесу үшін бізде сол дауыс белгіленіп тұру керек. Мынау белгілендінің белгісі. Енді келесі бізде күздің дауысы керек болады. Күзді аламыз. Дыбысы. Керек жерге дейін жүргіземіз. Бізде міне күз, әлі күз, жүргіземіз. Міне. Осы жерде бізде күз бітті деп ойлайық. Осы жерге қоямыз. Одан кейін аламыз да кесіп тастаймыз. Аны өшіреміз. Одан кейін қайтадан бізде қыс. Қысты қоямыз. Мына жерден уже ең соңы мына жер болады. Кесіп тастаймыз. Яғни біз өстіп барлық дауыстарды қойып алдық. Енді бұны кішкене ұзақтау қылу үшін барлық осы әрекеттеріміздің бәрін ерекшелейміз. Яғни барлығын өстіп, бізде Shift деген батырма болады. Shift батырмасын басу арқылы барлығын белгілеп аламыз. Белгіленген кезде осындай сары түске айналады. Содан кейін барлығын копировать ету үшін меңзері осы жерде тұрған кезде оң жағын басамыз. Тышқанның копировать деген белгі болады. Соған басамыз. Одан кейін осы жерде ставить деген командадан басамыз батырманы. Одан кейін тартып әкеп орнына қоямыз. Мына жерге қоямыз. Яғни біздің видеомыз кішкене ұзарды. Осы жеткілікті деп ойлаймын. Міне барлығымыз жасап алдық. Жоғары жағына видеоны қойдық, астына звукты қойдық. Ал фото бізге ол видео генерация жасау үшін керек болды. Ал мына монтажда бізге фото керек емес. Енді жалпы осы жұмысымыздың нәтижесін көру үшін біз оны енді рендеринг жасауымыз керек. Рендеринг жасау үшін жоғары жақта поделиться деген батырмаға басамыз. Сосын локальный файл, пользовательский настройка проект дегенге жанындағы стрелкасына басамыз. Одан кейін 480 немесе 720. 720-ны таңдайық. Одан кейін далеге басамыз. Мына жерге проект без названия атын жазуымыз керек. Жыл мезгілдері. Time lapse 2 дей салайық. Бір нұсқасы бар. Готовыға басамыз. Яғни бізде осылай рендеринг видео жүреді. Соңына дейін кіре салайық. Толық 100%-ға жеткен кезде бізде видео шығатын болады. Яғни бір осындай жұмысты жасау үшін бізде бірнеше жасанды интеллект қолдандық. Одан кейін осындай бірнеше жұмыстар шықты. Және ең соңында қазір нәтижесін көретін боламыз. Нәтижесі өте жақсы шығады деп ойлаймын. Сондықтан да күтейік. Міне рендеринг бітті. Видеомыз осылай шықты. Яғни дизайнда керемет, дауыс эффектілері бар. Барлық анимациялар сақталған. Енді бұл видеомыз готово дейміз. Және мынаны егерде бізге осы нұсқасы ұнап, исходнигі керек болатын болса, бұны біз сақтаймыз. Ал егер керек емес болса, онда сақтамаймыз. Мен сақтап қояйын. Жыл мезгілдері
2 дейм. Және де өзімнің арнайы керек папкама сақтап қоямын. Открыть, сохранить. Осымен жабылды. Енді біздің жасаған видеомыз қайда сақталды? Ол үшін төмен жақтағы сары бізде проводник бар ғой, нұсқаушы, бағыттаушы, осыған басамыз. Одан кейін Camtasia Studio көбінесе документтердің ішінде сақталады. Сол жерде орналасқан документіға басамыз. Мына жерде Camtasia Studio деп тұрады. Кіреміз. Мына жерде барлық менің жасаған видеоларым, яғни рендерингтарым, запистарым, өстіп осы жерде бәрі сақталады. Енді біз қазір бағана жасаған жұмысымызды іздеп табайық. Ж-ға барамыз. Жыл мезгілдері таймлапс 2. Осыған кіреміз. Біздің мынау рендерингтен кейін пайда болған өзіміздің видеомыз. Кішірейтеміз. Кішірейту белгісі. Одан кейін тартып алу арқылы біздің өзіміздің жұмыс үстелімізге лақтырамыз. Және де осы жерде тұрады. Осы жерден біз өзіміздің жұмысымызды көреміз. Осымен біздің жаңа 3 жасанды интеллектіні қолдану арқылы жасаған жұмысымыздың нәтижесі осымен аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.